Адам табиғаттың ең сенімді, айнымас досы, қамқоры, қорғаушысы. Туған жеріміздің баға жетпес қазынасын сырап етпей, еселеп арттыра беру жолында талмай, жалықпай еңбек ету барлық үлкен кішінің абыройлы борышы, мүлтіксіз атқаратын міндеті. Осы орайда Абай атындағы орта мектебінің педагог ұйымдастырушысы Гүлжайна Төңкеріс қызының адам баласы табиғаттың ең ұлы перзенті болумен бірге ең ұлы қамқоршысы екенін, оны мәпелеп, баптап, мейірім мен аялау арқылы ғана қажетті үлесіңді үзбей ала аласың деп үйретуде. Адамзаттың басты міндеті табиғатты таза ұстау, табиғат әсемдігін сақтау, қоршаған ортамен үйлесімді өмір сүру, табиғатпен қоршаған ортаны түлетіп гүлдендіре беру өз қолымызда. Ендеше наурыз айында 9 сынып оқушыларымен бірге педагог ұйымдастырушысы Гүлжайна Төңкеріс қызының қоршаған ортаны қорғау экологиялық акциясына қатысып, шашылған қоқыс қалдықтарды жинап, туған ауылына игілікті іс жасады. Табиғат қазынасын қастерлеген адам ғана ұлы мұратқа жете алады. Бала бойында экологиялық мәдениеттілік санасын тәрбиелеу осы мәселелердің шешілу жолдарының бірі. Біз 9 сынып оқушылары табиғаттың сыр-сипатын түсіне білуге әрекет жасауға шақырамыз.